Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Терезеден секіріп кетті. Алматыда бірнеше әйел бойжеткенді жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлеген. Жаға ұстарлық уақиға Абылай хан көшесінде болған. Жалдамалы пәтерде болған. Қалаға жұмыс іздеп келген жас қызды құрбысының таныстары алдап үйінен шығарып, кейін соққыға жықты. Одан кейін жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлеген. 3-ші қабаттан секірген бойжеткен аман қалды, бірақ 2 айдан бері төсекке таңылып жатыр. Оның қолы, саусақтары, 2 аяғы және де арқасы сынып, зақымданған, миы шайқалған деп хабарлады Немалчи қоры. Анасының айтуынша, қызы дұрыс ұйықтай алмайды. Ал полицейлер істі тергеуге асықпай отыр. Бұл уақиға жайлы толығырақ сайтымыздан оқи аласыздар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.